6 сынып 1 нұсқа. В-ның қандай мәнде 2х минус 9 тең 3 және х қосылған 3v тең минус 10 теңдеулері мәндес болады. Бірінші теңдеудің мәнін тауып аламыз. Сонда 2х-іміз 12-ге тең. Енді х-ті анықтаймыз. 12 бөлінген 2, х тең 6-ға тең. Енді осы 6-ны екінші теңдеуге апарып қоямыз. Х-тің орнына 6 деп. Алты қосылған 3v тең минус 10-ға. Енді теңдеуді шығарамыз. Сонда 3v-мыз тең болады минус 10 минус 6. 3v-мыз минус 16-ға тең. Сонда бөлеміз. Минус 16 бөлінген 3. Нақты сан шықпайды, аралас бөлшекке айналдырамыз. Сонда минус 5 бүтін 3-тен 1 шығады. Жауабы минус 5 бүтін 3-тен 1-ге тең. Екінші есеп теңдеуді шешіңіз дейді. Бірінші жақшаны ашып аламыз. 0,2 минус 7,1. 2 минус плюсты береді, сонда плюс 2х болады. Тең 1,5-ке тең. Енді х-тарды бір жаққа, сандарды екінші жағына. Минус 0,2 болып өтеді. Теңдіктің қарама-қарсы жағына қарама-қарсы таңбамен жібереміз. Сонда 2х-іміз тең болады 5,4-ке тең. Х тең 5,4-ті 2-ге бөлеміз. Ол деген сөзіміз 2,7-ге тең. Сонда жауабы екі бүтін оннан 7. Үшінші есеп теңдеуді шешіңіз. Модуль бойынша теңдеу берілген. Бұл жерде екі таңбамен қарастырамын. Минус және плюс таңбасымен. Есеп оңай шығу үшін мен бірінші ақшамдап аламын. Сонда 135-ті бөлемін 5-ке. Тең 27 шығады. Енді осыны екі жағдайда қарастырамын. Бірінші плюс таңбасымен, екінші минус таңбасымен. Минус 27. Х тең 27 қосылған 4 болады. Сонда х-іміз 31-ге тең болады. Екінші минус таңбасымен. Минус 27 қосылған 4. Х тең минус 23 бір-бірімен азайтылып кетеді. Сонда жауабы минус 23 және 31. Төртінші есеп. Теңдеу құру арқылы шығарыңыз дейді. Бір сөреде екіншісіне қарағанда 4 есе аз кітап болды. Бірінші сөреде кітап қойылды дейді. Екіншісінен 25 кітап алынып, екінші сөреде кітап тең болды. Әр сөреде қанша кітап бар дейді. Бар екен. Сонда бізде төртінші есеп. Бірінші сөре. Ол жерде кейін екінші сөре. Бізде айтады. Біріншісінде екіншісінен 4 есе көп дейді. Онда 2х болады. Сонда бізде бірінші сөре, оған кітап қойылды, яғни 25. Кейін екіншісінен тағы алынып қойылды. Сонда 25 тең болады. Х тең минус 25 болады. Х қосылған 50 тең 4х минус 25. Енді х-тарды бір жаққа, сандарды бір жағына.
минус 3х тең минус 75. 3х тең 75. Х тең 25-ке. Сонда х-тің мәні шықты. Енді бастап орынға қоямыз. Бірінші сөреде бізде бірінші сөре. Ол жерде 25 болған. Екінші сөреде 100 кітап болған.